Достар, лид магниттің қандай түрлері бар? Лид магнит жалпы не үшін керек? Лид магнит бұл сіздің клиентіңізбен ең бірінші рекламадан көрген кезде, жарнамадан көргенде ақпарат алмасу үшін, және де оны ары қарай өзіңізге керекті жолмен вовлекать ету үшін керек. Енді лид магниттің қандай түрлері бар? Ол негізінен лид магниттің өзіндік бір критерийлері, ережелері бар. Лид магнит өте көп болу керек. Неге? Себебі сіз лид магнитті барлық адамдарға бере алуыңыз керек. Екінші, ол шығын әкелмеуі керек. Үшінші, тегін таратуға беретін болу керек. Яғни сіздің клиентіңіз алып басқаларға бере алатындай, бұл ссылка болу үшін, немесе бұл документ, немесе бұл консультация болуы мүмкін. Яғни бұл зат тегін тарала алатындай болу керек клиенттің өз арасында, яғни сарафанның радио ретінде. Барлығына керекті зат болу керек. Бұл міндетті критерийлердің бірі. Яғни сіздің беретін ақпаратыңыз басқаларға қарағанда шынымен де керекті, өзекті және де пайдалы болса, онда сіздің лид магнитіңіз шынымен де жақсы жұмыс жасап деген сөз. Енді лид магнит ретінде тегін сабақ болуы мүмкін. Бұл көбіне информациялық бизнесте, яғни инфобизнестерде, ағылшын курстарында, әртүрлі НТ курстарында, әртүрлі онлайн курстарда жақсы қолданылады. Екінші, тегін тест. Бұл да шынымен де осы инфобизнесте қолданылады. Сонымен қатар тесттарды әртүрлі жолдармен, креативті жолдарды қолдануға болады. Мысалға, сіздің бойыңызды өлшеу, немесе сіздің салмағыңызды өлшеу деген сияқты әртүрлі биодобавкаларды арықтататын, немесе бойды өсіретін, немесе бір иммунитетке көмектесетін добавкаларды осы тесттер арқылы зерттеп адамдарға ұсынуға болады. Үшінші, тегін консультация. Консультация көбіне бұл қызмет көрсететін кезде қолданылады. Адвокаттың қызметі, психологтың қызметі, бір белгілі бір компанияның маркетологтардың қызметі, немесе белгілі бір оқу орталықтарының қызметтерінде тегін консультация, тегін 2 күндік келіп кетуіңізге рұқсат береміз деген сияқты тегін берілетін реклама ретінде қарастыруға болады. Тоже бұл да лид магнит. Енді тегін демо курс. Демо курс дегеннің өзінде курс, қараңыздар, сіздер қарапайым сабақ деп айтсаңыздар, онда бұл сабақ уже адамдар үшін басқаша ассоциация береді. Ал егерде демо курс, бұл уже адамдарда дұрыс түсінік қалыптастырып тұр. Яғни біз курстың бір бөлігін, бір шетін қана көреміз. Бірақ та соның өзінде ол демо курста да жақсы нәтиже көрсететін болса, сол курстың өзінде жаңағы қолданушылар, пайдаланушылар жақсы нәтижеге жете алатын болса, онда бұл келесі негізгі курс алуына әсер етеді. Енді арнайы тегін чатқа тіркелу деген де бар. Яғни бұл тегін чаттың ішінде сол автормен, немесе белгілі бір блогермен, яғни бренд лицомен сонымен сөйлесу, соның арнайы каналдарына тіркелу, закрытый чаттарға кіру, сол жерде белгілі бір ойда жиналған, белгілі бір мақсатты ортақ адамдарды жинау арқылы өзіңізге керекті жолда осы чаттарды қолдана аласыз. Енді тегін ақша беру. Иә, достар, бізде ондай да кейстер болған. Яғни ақша беру дегенде ол жерде купюралармен беру емес, көшеде. Ол жерде сертификаттармен беру, яғни біздің кез келген товарымызға ол 5000 теңгелік, 100 000 теңгелік сертификаттар берілген болатын. Бұл енді қанша теңге беретініңіз, бұл сіздің товарыңыздың өзіндік құнына, және де ол жерде клиенттердің қаншалықты келетініне байланысты. Бірақ та осындай да арнайы креативті жолдармен сертификаттар беру, шақыртулар беру, 5000 теңгелік, 50 000 теңгелік, 100 000 теңгелік ақшалар беру арқылы біз өзіміздің клиенттерімізді шынымен де жақсы көбейткен болатынбыз. Бұның барлығы сіздердің клиенттеріңіздің көбейтуіне әсер ететін болады. Енді лид магниттің тағы да бір жолы бұл вебинарға шақырту. Вебинарды живой ретінде өткізуге де болады, бұны автовебинар ретінде де өткізуге болады. Бастысы осы вебинарда ол адамның өзіне керекті барлық ақпараттарын алуы керек. Тегін 2 күндік қатысуды мен айтып кеткен болатынмын, яғни демо курс ретінде де бұл 2 күндік қатысу көбіне офлайн түрде сабақ берілетін орталықтарда жақсы қолданылады. Енді осының барлығын аяқтайтын болсақ, яғни қорытындылайтын болсақ, жақсы лид магнит бұл сіздің жақсы лид магнит жақсы трифайердің жұмыс жасауына әкеліп соқтырады. Яғни
егер де лид магниттің нәтижесі жақсы болып, оны қолдану жақсы болып, клиенттерге ұнап жатса, сіздің келесі ұсынысыңызды клиенттер шынымен де жақсы көңіл күймен, жақсы көзқараспен қабылдайды. Ал егер сіз берген документ жай ғана ақпарат, іші түсініксіз, жалпы беріліп жатқан тегін ақпараттарыңыз ол адамдарға ешқандай да пайдасына келмесе, онда сіздің келесі ұсыныстарыңызда ол адамдар үшін уже негативті көзқарасты қалыптастыруы мүмкін. Сондықтан да Tripwire жақсы болып, жақсы нәтиже көрсетіп, конверсиясы өсу үшін лид магнит жақсы болу керек. Лид магниттің түрлерімен толығымен таныстыңыздар деп ойлаймын. Алдағы уақытта тағы да көптеген жақсы ақпараттар айтылатын болады.